Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздермен өте дәмді, ерекше, дастарханның сәнін келтіретін, қонақ келсе де дастарханға қойсаңыз дастархан жайнатып жіберетін салаттың рецептімен бөлісейін деп отырмын. Әрине бұрыннан жасалып жүрген салат, бірақ менің өзімнің ерекше лайфхактарым бар ішіне қосатын. Менің каналыма тіркеліп, қоңырауша басып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Алдымен қажетті заттар: қызанақ, баялды, бағдаршам бұрышы, сарымсақ, салатный листья және де панировочный сухари, ұн, 2 қасық майонез қажет. Ал кеттік, тураймыз. Баялдымызды екі жағын осылай алып тастап, жұқалап турап шығасыздар видеодағыдай. Мінекей, көріп тұрғандарыңыздай жұқалап турап шығасыздар. 2 жұмыртқамызды жарып, тұзды дәміне қарай салып, жақсылап араластырып, осылай дайындап аласыздар. Және баялдыларымызды қуыруға дайындаймыз. Жұмыртқамызға саламыз араластырып, ұнға бір салып алып, қайта жұмыртқаға салып, осылай панировочный сухариге салып, екі жағында араластырып аласыздар. Мінекей, видеода көріп тұрғандарыңыздай жасайсыздар. Барлығын осылай дайындап аласыздар. Орташа отта қызып тұрған табамызға салып, екі жағында жақсылап қызартып пісіріп аламыз. Мен сияқты ұмытып кетпеңіздер, орташа отта. Қызартып екі жағында пісіріп аламыз. Дәмі өте ерекше болып шығатын салат. Менімен бірге жасаңыздар, өкінбейсіздер. Менің сковородкама симай жатыр, сіздердікі үлкендеу болады деген үміттемін. Мінекей, осылай екі жағын жақсылап қызартып пісіріп аласыздар. Ұзақ уақыт қажет етпейді. Мінекей, дайын болып жатыр салаттарымыз. Сарымсақты осылай үккіштен майонездің үстіне үгітіп аласыздар. Майдалап. Үйіңізде қандай зелен түрі бар, сол зеленді қосып жерсеңіздер болады ішіне. Дәміне ерекшелік береді, свежесть береді. Мінекей, осылай сарымсақ, майонез, үйіңізде қандай зелен болса, сол зеленді қосып жерсеңіздер, осындай керемет дәмді соус дайын болады. Ары қарай қызанағымызды осылай ішіндегі қатты жерін алып тастап, пол кольцо етіп турап аламыз.
және де бағдаршам бұрышымызды да соломкалап турап аламыз. Сіздер ірілеу етіп турайым десеңіздер де болады, ұнайтын болса. Бізде кішкентай балалар болғандықтан осындай жұқартып турадық. Мінекей соусымызды баялдымызға жағып, үстінен салат жапырағын қосып жібересіздер осылай. Әрине бар болса, жоқ болса помидормен, бағдаршам бұрышымен де салып жасай берсеңіздер болады. Мінекей өте әдемі, сәнді, дастарханның сәнін келтіретін салатымыз дайын болып жатыр. Осылай видеода көрсетілгендей баялдыларымызды әдемелеп осылай жасап шығамыз. Қызанақ бағдаршам бұрышын салып дайындап шығасыздар. Дәмі өте ерекше, керемет болып шығады. Менімен бірге жасасаңыздар, өкінбейсіздер. Міне дайын болды салаттарымыз. Осылай дастарханға әдемі етіп тарта бересіздер. Дастарханға әдемі вид бергенімен қоймай, өте дәмді салат. Жасап көріңіздер. Дәмі деген керемет болып шығады енді. Менімен бірге жасаған болсаңыздар, менің каналымды қолдап кетіңіздер. Егер сіздерде басқа да салат түрлері болса, өздеріңіз менің комментарий бөліміме бөлісіп кетсеңіздер болады. Комментарий жазып, міндетті түрде оқитын боламын. Сіздер менімен болғандарыңызға үлкен рахмет. Кездескенше сау болыңыздар. Ас дәмді болсын. Сау болыңыздар.